Кайрылы кеш, кырметтүү окуучулар. 14 күнгө дайындык биздин кылдамасын көрсөтейин сиздерге. Тактага чызылган 4 буруч пен 5 буручтун жалпы саны 11. Оларда жалпы 14 буруч болса, эң көп канча 4 буруч сызууга болотун аныктоо керек. Мына эсепти теңдеүүлөр жүйөсү менен шешкен дурус деп ойлойм. Так, 4 буручту x или a деп белгилейт, 5 буручту v деп белгилейт. Сонда 4 буруч пен 5 буручту коссак, бизде 11 деп айтыптыр, э? Оларда жалпы 48 буруч бар. Значит, 4 а косулган 5 в, себеби 4 буруч пен 5 буруч бар бизде. Сол себептен олардагы буруч саны жалпы 48. Мына теңдөөдө эсептөө керек. Бизге 4 буручтун санын аныктоо керек, яғни аны аныктоо керек. Сол үчүн биз быдан кутулуубуз үчүн бул жерде 5ке көбөйтүп жиберейик. Бүкүл теңдөөдү 5ке көбөйтөбүз. 5а косулган 5v тең 55. Так, сол кезде бул жерде 4а плюс 5v тең 48. Мына жерде азайтатын болсок, 5адан 4аны азайтамыз, а калады. 5v'дан 5v'ни азайткан кезде олар кыскарады. 55тен 48 азайтканда бизде 7 калат. Значит, 4 буруч бизде 7 экен. Ошол жерден 5 буручтун санын аныктасак болот. Эгер мына 7 болсо, мына v бизде канча болот экен? 4 болот, э? 7ге 4 кошкон кезде гана бизде 11 чыгат. Жакшы, келесі эсепти көрсөттүк. 8 жылкы мен 5 сыйырга күнүнө 162 килограмм шөп берилет. Эгер 7 сыйырга караганда 5 жылкыга күнүнө 3 килограмм артык шөп берилсе, онда күндө әр жылкы мен әр сыйырга канча шөп берилген? 8 жылкы. Мына жылкыны x деп белгилейик, сыйырды y деп белгилейик. Так, эми сыйыр бармы? Сыйыр ол бизде y, жылкы ол бизде x деп берсин. Мына бизде мындай теңдөөлөр жазышат экен. 8x косулган 15y тең болады 162. Кеттик ары карай. Эгер караганда, яғни 5 жылкы көп жүрүп турбайбы? 5 жылкыдан 7 жылкынын шөбүн азайткан кезде 3 килограмм калат деп тур. Осы эсепти так 15 пен 7 ортак бөлүү, ол бизде 105 болот, э? Ошону 7ге көбөйтөйүк, натыйжада көбөйтөйүк 15ке. Сол кезде 8ди 7ге көбөйтсөк 56 x косулган 105 y тең, так, мынаны көбөйткөн кезде 1134 болот экен. Ары карай келесі теңдөөдө 15 көбөйтөйүк. 15ди 15 көбөйткөндө 75 x минус 105 y тең болду 45 ба? Бизде мына y жойулуп кетүү үчүн мына теңдөөдү косолук. Анткени алардын таңбалары бизде байкап турсак кандай? Карама каршы. Яғни мына экөөнү коссок 131 болду. 131x. Мына экөөнү коссак алар бизде эсеп болот. Кыскарады. Тең 1179 болот. Ошол жерде x табуу үчүн 1179ду бөлөбүз 131ге. X тең болду. Так, 1. Так. 117 жетпейт ал. 9дан болот. X-imiz 9 болсо, мына жерден x-тин ордуна 9 коюп, мына x-тин ордуна 9 коётун болсок, 5ди 9га көбөйтөбүз 45.
минус 7y тең 3. Минус 7y қарапайым бір сызып түскенде минус 3-тен 45 азайтқан кезде минус 42. Минус 42-ні 7-ге бөлсек 6 шығады екен. Мұнда бізде 6 мен 9 жауабымыз. 9 x ол бізде жылқы, 6 сиыр. Жауап осы болады екен. Келесі есепке көшейік. Кез келген үш бұрышының ішкі бұрыштарының косинусы 180 градусқа теңелді. Кез келген мынау үшеуінің косинусы, мынау бізде мысалы x бұрын, z бұрышымыздан x болсын, y болсын. Так, осының үшеуінің косинусы, яғни бұрыш x қосылған бұрыш y қосылған бұрыш z, үшеуінің косинусы 180. Ол бізде білеміз. Кез келген үш бұрыштарының ішкі бұрыштарының косинусы 180 градусқа тең. Тең екені белгілі, x, y, z бұрыштарының x бұрышы. Так, мына жер 75 градусқа тең. Ал y бұрышының 150%-на тең. Ал бұл y бұрышының. Y ол бізде мысалы 100% болса, мына 75 осы 150% тұр ғой. Дұрыс қой? Так, осы жерден бұрыш y-ті табатын болсақ, бұрыш y-іміз тең болады. 75 көбейтілген 100 бөлінген 150. Осы жерде мына қысқарып кетеді. Так, 15 пен мынаны қысқартайық. Мынаған 1-ден, мынаған 5-тен. 5-ті 10-ға көбейтетін болсақ, 50 бола ма? 50 градус. Значит, y бұрышы 50 болатын болса, бұл жерде орнына қойып есепті салайық, балам. Так, мына бізде 75 градус, қосылған 50 градус, қосылған z тең 180. Осы жерден z-ті табатын болсақ, мына екеуін қоссақ 125, одан 180 градус олайтын болсақ, 55 градус болады. Так, түсінікті деп ойлаймын. Ешқандай қиыншылығы жоқ бұл есептің. Так, бұл жерде бөлшектері бар. Мына теңдеулер теңсіздіктерді шешейік. Теңсіздікті шешу үшін бүкіл теңдеуді біз 12-ге көбейтейік. Сол кезде не шығады бізде? 12-ге көбейтсек не жерде? 4 болады, өйткені 3 пен 12 қысқарады. Şimdi x минус 2 үлкен. Так, мына жерде 4 пен 6 қысқарғанда 3x болады. Плюс, мынамен қысқарғанда 4 бола ма? Жақшаны ашайық. Жақшаны ашқан кезде міндетті түрде әрқайсысына көбейтіп шығамыз. 4x минус 8 үлкен 3x плюс 4 болады. Так, x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Сонда қараймыз мына. Мынаның қасына көшіреміз. Мынаны мынаға көшіреміз. Так, сонда 4x минус 3x үлкен 4 қосылған 8. Таңбаларды қарама-қарсы таңбалауыз, то x үлкен 12. Патентті түсінікті деп ойлаймын. Келесі есеп. Так. Так. Мына жерде де бүкіл теңдеуді 6-ға көбейтіп жүрсек болады. Көбейтеміз бүкіл теңдеуді 6-ға. Так, мына жерде бізде 4x минус 1, өйткені 6-ны көбейтетін болсақ, онымен мына қысқарып кетеді болады. Так, плюс. Мынаны міндетті түрде бір бөлшекке айналдырып алуымыз керек. Бұл бізге, значит, 6 көбейтілген 6-дан 18, 19 болады. Бүгінде бөліммен бөлімі қысқарады да 19 болады. 19
кіші немесе тең. Мына жерге 6-ға көбейткен кезде бізде неме қысқарады, иә, мына 3-пен қысқарады. 3-ке 1-ден 6-ға 2-ден. Значит, 2-ні жақша ашып, алымдағы сандарды жазамыз. X плюс 6 алымында бізде плюс 5-ті көбейтеміз 6-ға 30 болады екен. Бұл жерде де 4x минус 1 плюс 19 ол бізде болады плюс 18. Кіші немесе теңнің міндетті түрде әрқайсысына көбейтіп ашамыз. 2x плюс 12 қосылған 30. Так, x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. 4x-тен 2x-ті азайтамыз. Кіші немесе тең 12-ге мынаны қосатын болсам бізде 42, азайтамын 18-ті. Мына екеуінен азайтамыз. 4x-тен 2x азайтсам 2x, мына екеуі так. Вот 24 бола ма? 12-ден 8 азайтсам 4, 24, иә? X кіші немесе тең 12. Түсінікті деп ойлаймын. Есеп. Так, 6-шы есеп. Так, бізге мынаны сразу теңдіктің келесі бетіне көшіріп тастайық. Сосын мына екеуін ортақ бөліммен азайтайық, иә? Так, ортақ бөлім мына екеуінікі 4 болады. Значит, бізде қараймыз, мен мына жерге берейінші. 4 модуль x минус 1. Жоқ, 4 болмайды, балар. Егер ортақ бөлім 4 болатын болса, онда мына жерде 2 болады. Онда 2 модуль x минус 1 бөлімінде 4. Мына жақтан маған 1-ден беремін, модуль x минус 1. Тең. Мына жерде балалар мына бетке қараймыз. Плюс болып өтеді, иә? Значит, бірінші осыны жазайық. 2 2017-ден 1 минус 1 бүтін 2017-ден 1 қосылған 0,5. Мына екеуін балалар қарайық. 2-ден 1-ді азайтамыз. 1. 2017-ден 1-ден 2017-ден 1 азғаннан 0, иә? Значит, мына жерде 1 қалады. Мына екеуін азайтатын болсақ, мына жерде 1 қалады. Так, мына жерде тура мынадай нәрседен мынандай нәрсені азайтып жатыр. Мынаны ойлаймыз. Мынаны полностью 2-адан 1-аны азайтып жатқан сияқтымыз. Сол кезде осындайдан біреу қалады. Сонда модуль x минус 1 бөлінген 4 тең болады. Мына жерде бізде 2, 1 қалды. 1-ге 0,5-ті қосатын болсақ, 1,5. Значит, модуль x минус 1 тең на 4 на 1-ге көбейтіледі. Мына 1,5 4 көбейткенде 6. Так, бізде мына жерде 2 жауап бар, иә? Минус 6 деген жауап бар, және де плюс 6 деген жауап бар. Өйткені модульдің ішінен қандай жағдайда 6 шығады? 2 жағдайда минус 6 және плюс 6 кезде 2 теңге шешетін боламыз. Бірінші x минус 1 тең минус 6, x-тен минус мына бетке барған кезде қанша болады? Плюс минус 5 болады. Так, келесі екінші теңдеу x минус 1 тең плюс 6, x-тен мына жаққа плюс болып өткен кезде 7 болады. Бұнда жауап бізде минус 5-те 7. Так, осыған ұқсас келесі есеп, 7-ші есеп. Ортақ бөлім береміз. Барлық теңдеуді 6-ға көбейтіп жіберейік. Ерге 6-ға көбейтсек 2, қаншадан береміз маған? 3-тен, маған 2-ден, маған 1-ден, иә? Сол кезде не жерде? 3 модуль x қосылған 2 модуль x қосылған модуль x бөлімінде 6 тең 2 болады екен.
3-ке 2-ні қосамыз 5, оған 1-ді қосамыз, модуль x, оған 1-ді қосамыз 6, 6 мен 6 қысқарады да, тек модуль x қалады. Модуль x тең 2, x тең 2 жауап болады. Минус 2, x біріміз, x 2-міз, плюс 2, значит, минус 2-де плюс 2 деген жауап болады екен. Так, біз ары плюс қоймадық. Плюс қояйық. Кеттік ары қарай. 7-ші есеп шықты, 8-ші есеп шықты. 8-ші есеп мынада, иә? К-ның мәні мынадай дейді. Мына К-ның орнына апарып қойыңыз деген сөз. Мынаны апарып тура орнына қой деген сөз. Тура апарып орнына қоятын болсам, менде мынандай нәрсе шықты. 2,196 минус 3,2x тең 1,8x минус 7,4 деген. Так, мынау бізде теңдік мына бетіне барады. Ал мынау бізде теңдіктің оң жақ бетіне барады. Значит, минус 3,2x минус 1,8x тең болады. Минус 7,4 минус 2,96. Так, мына жерде 0, 5 болады, яғни 5x. Қосамыз 2 минус қосылады, минустан бас жазылады. Мына жерде де 0, 10 болады. Таңбасы сол сияқты минус. X-тен минус 10-ды минус 5-ке бөлсем 2 шығады. Өте жеңіл есеп. Түрі бірақ қиын болғанмен. Оңай есеп. Так, келесі есеп. Так. Мынау минуспен жақшаның ішін ашып шығамыз. Яғни, егер жақшаның сыртында минус тұратын болса, жақшаның ішіндегі таңбалар минус қарама қарсы таңбаға ауысады. Значит, менде 5 минус 2x минус 7 плюс 10. Егер таңба мынандай плюс болатын болса, ішіндегінің таңбалары өзгермейді. Плюс 2x. 6 плюс 9x минус 11. Таңбасы өзгермейді, көріп плюс. Мынаның таңбасы плюс, мынаның таңбасы минус. Тура солай жазамыз. Мынаның таңбасы минус, значит, ішіндегілердің таңбасы өзгереді деген сөз. Минус 21 минус 9x. Қысқаратындарды қысқартайық. Минус 2x пен плюс 2x қысқарады, плюс 9 пен минус 9 қысқарады. Так, 5 минус 7 минус 2, минус 2 плюс 10, менде 8 шығады. Так, мына жерде 6-дан минус 11 минус 5, минус 5 минус 21, менде минус 26 болады. Минус алдына жазып қойын. 2 қысқартайық, 2-ке қысқартайық. 8-ді 2-ке бөлетін болсам 4, 26-ны 2-ке бөлетін болсам 13. Так. Плюс қойып қояйық, келесі есеп. Так, мына жерде есептеуіміз керек, және де мына жерде есептеуіміз керек, Так. Жерге x-те. Так, 8-де минус мындай деп тұр. Значит, есептейміз. Үлкеннен кішісін азайтамыз. Және де үлкеннің таңбасын қоямыз деген не бар, иә? Мынадан азайтамыз, бірақ минус 15,2 модульдің ішінде. Ол менде плюс болып шығады, модульден шығаратын кезде. 15,2 мен модульден шығардым. И астын есептеймін. Так, 3 бөлінген 10. Минус пока жазып қоямын. Мына екеуін мына жерде есептеп алайыншы нерге. Так. Минус 5 бөлінген 5. Минус 1 бөлінген 5. Плюс 1 бөлінген 2, иә. Ортақ бөлімді 10 болса, мынаған 2-ден, мынаған 2-ден, мынаған 1-ден, жоқ 5-тен. 10 минус 10 минус 2 минус 7 12 минус 12 плюс 5 минус 7.
Бұның алдында бізде қарап тұрсақ мындай минус деп тұр, иә, ол екеуі плюс болады, сол кезде мына жерде плюс 7 бөлінген 10 болады. Мынау бізде полностью бірге тең, иә, қоссақ. Мынау егер бізде бірге тең болатын болса, мынаған бөлсек x-іміз 15,2-ге тең болады екен. Ары қарай кеттік, балалар. Жерден квадрат көрініп жатты. Так, есептейміз. Тең. Жер есептейміз. Үлкен бөлшегіміз қояйық. 1 плюс. Так, мына жерде мынаның квадраты 25 минус 9, 16. 16-ны 2-ге бөлеміз. Жерден 25 минус 9 бөлінген 2. Мына жерде 2 плюс. Так, 4-тің квадраты 16 минус 9 минус 2-ның квадраты 4 минус 1-дің квадраты 1. Және де ол минуспен 1 болады, бөлінген 2 тең. Мына жерде мынадан айырсақ 16. 16-ны 2-ге бөлсек қанша шығады? 8. 8. Так, алымында 1 плюс 8 бөлімінде, так, мына жерге 2 минус қой бала, мына жерде плюс емес. Берілген дейміз. 16-тан 9 азайтамыз. Неше шығады? 7. 7-тен 4 азайтсақ 3. 3-тен 1 азайтсақ 2. 2-ні 2-ге бөлсек 1. 1. Сонда алымында 9, бөлімінде 1, ол бізде 9-ды береді екен. Ары қарай кеттік, балалар. Мынау деген мына жерде жазылып қалған сөз ғой. Тең 2 жақшаны x плюс 5 деген сөз. Теңдеуді есептейік. Бірінші мына 2-мен жақшаны ашайық. Сосын мына екеуі плюсті береді. Мына екеуі плюсті береді. Түсінікті, иә? Плюс деп жазып қояйын. Сонда жақшаны ашамыз. 6x минус, мына 2 мен мына 2 қысқарып кетеді, 9 плюс 11 бүтін, жоқ, 25-тен 11 плюс, мынаны мен 25-тен деп жазайыншы, 25-тен 5-ге көбейтіп жатырмын, 10 плюс 25-тен 4. Мына жерде де каждый жақшаны ашам. 2x плюс 10. Так, есептеймін. 6x минус 9. Мына жерде плюс 25-тен 25-ке 11-ді қосам. 11-ге 10-ды қосам 21, оған 4-ді қосам 25. 2x плюс 10. Мына жерде азайту амалын орындаймын. Азайту болғанда x-тар бір жаққа, сандар бір жаққа. Ал мынау бізде 1-ді беріп. Сонда 6x минус 2x тең болады 10. Мына минус 9 мына жаққа плюс 9 болып өтеді. Және де мына екеуі 1 минус 1 болады. Мына жерден азайтатын болсақ 4x тең болады 19, 18 болады. X-тен 18-ді бөлемін 4-ке. X-тен болады, қысқартайым 9 бөлінген 2. X-ім тең болады 4,5. Плюс қояуға рұқсат. Келесі есепке көштік. Келесі есебіміз қайда екен? Келесі сатылы бөлшек. Сатылы бөлшекті есептейік. Так, бізге бірінші мынаны есептеп алу керек. Так, давайте амалдап орындаймын. Бірінші мынаны орындаймыз. 1-ді біз бөліншектің бөлімі 6 болғаннан кейін 6 бөлінген 6 деп алайық. Өзімізге оңай болу үшін.
6-дан 11. Мына жер. Екінші есеп дәл осындай, мына жер басқа түспен жазайын, иә. Мына жерде ондай. Онда 6 бөлінген 6 деп алайын да, минус 5 бөлінген 6. Ортақ бөлім берсек, 6-дан қанша болады балар? 6 ортақ бөлім 1. Мынаны мынаған бөл дейді. Үшінші амал. Үшінші амал. 11 бөлінген 6-ны бөлеміз 1 бөлінген 6-ға. Тең болады. 11 бөлінген 6 көбейтілген 6-дан 1-ден 6. Так, 6 мен 6 қысқарады, мына жерде 11 қалады екен. Сонда мына жерде төртінші амал 5-тен азайт 11-ді. Минус 6 болады екен. Келесі 5-ші амал минус 6-ны бөлеміз 2-ге. Болады бізде минус 3. Үш жерге дейін түсінікті ма? Сұрақ болса қойыңыздар, комментарийда күтетін боламын. Келесі есепке көшейік. Келесі есеп 14-ші есеп. Так, теңге берілген екен. Так, бөлшектің бөлімі бар, иә? Так. Мына x-і бар нәрсені мына жаққа көшірейік теңдіктің келесі бетіне, а мынаны мына бетке көшірейік. 3x минус x бөлінген 2 тең. Мынаны мен бұрыш бөлшекке айналдырып алсам дұрыс болар ма екен? Айналдырып алайын, иә. 8-ден 9 плюс мынаны тоже бұрыш бөлшекке айналдырып алайын. 16-дан 16-ны 2-ге көбейтем 32, 32-ге 5-ті қосамын. 37 болады. Так, мына жерде ортақ бөлім мына жақта 2. Мен жеке-жеке ортақ бөлім беретін боламын. Мына жаққа 2-ден берсем 6x-тан 1x азайтам 5x тең болады. Мына жақта 16 деп беретін болсам, мынаған так 2-ден берем. Бұл жерде 18-ге қаншаны қосамыз? 18 қосылған 37, 55 шығады. Так, осы жерде x-ті табатын боламыз. X табу үшін мына 2-ні мына жаққа көбейтеміз, мына 5-ті мына жаққа бөлеміз, значительмен қараңыз. Мына 5 мына 16-ның қасына барады, мына 2 мына 55-дің қасына барады. Шек сызығын сызамыз. 55 көбейтілген 2, 16 көбейтілген 5. 5 пен 55-ті қысқартайық. Мынаған нешеден берем? 11. Мынаған мен екеуін қосып, мынаған 1-ден, мынаған 8-ден, x-тен болады. 11 бөлінген 8 немесе x-тен болады 1,8-ден 3. Түсінікті деп ойлаймын. Так, плюсын қояйық. Келесі есепке көшейік. Бізде нешінші есеп болды? 14-ші есеп болды. 15-ші есепке барайық. Так. Дәл сондай сатылы бөлшек. Так, бізде қайсысынан бастап орындайтынымызға анықтап алайық. Мына біреуді бірінші орындайық. Мына бізде бірінші амал болсын. Сосын бөлу амал екінші амал болсын. Шынаны қосайық. Сосын төртінші амал мынау болсын. Бесінші амал мынау болсын. Ал мұнымен осынша 5 амал жұмыс жасаймыз. Так, кеттік. Бірінші мынаны азайтайық. 2 бөлінген 2-ден азайтам 1 бөлінген 2-ні. Мен болады 2-ден 1. Оны 1-ді бөлеміз мынаған. Екінші амал. 1-ді бөлеміз 1 бөлінген 2-ге. Бірінші бөлшек сол күйінде жазам. Келесі бөлшекті кері бөлшекке айналдырам. Значит, 2 шығады. Екінші амалды орындадық. Үшінші амал. 5-тен азайтамыз 2-ні, ол менде 3 шығады. Төртінші амал. Мына жерде 1 бөлінген 3 минус бөлімі 3 болу үшін мен аны 9 бөлінген 3 деп жазып алсам ыңғайлырақ болады.
3 минус 8. И 5-ші амал бізде 2 минус 8 бөлінген 3. Ол тең болады 3. Маған 3-тен берсем, 6-дан 8 азайтам минус 2. Осы жерде біттік. Бөлменде дәл сондай жұмыс жасайтын боламыз. Бізде 6-ші амал дейді. 6-ші амал болсын, 7-ші амал болсын. Қосу бізде 8-ші амал болсын. Жақшанышы 9. 10-ші амал болсын. 6-ші амал кеттік. 6. 2-ні біз 6 бөлінген 3 деп жазайық. 6 бөлінген 3 минус 1 бөлінген 3. Тең болады 3-тен 5. 7-ші амал бөлу. 5-ті бөлеміз 5 бөлінген 3-ке. Ол тең болады 5 көбейтілген 3. Мына жақта 5. 5 пен 5 қысқарады. 3 шығады екен. 8-ші амал. Бізде 4-ті қосамыз 3-ке. Ол бізде 7 шығады екен. Ары қарай 9-ші амал жақшаның іші. Мен 21 бөлінген 3 деп алайын. Чтобы бөліммен сәйкес келсін. Минус 3-тен 1. 3-тен 20. 10-ші амал 7-ден азайтамыз. 7-ден азайтамыз. 20 бөлінген 3-ті. 3. Маған 3-тен береміз. 21-ден 20-ны азайтқан кезде 1 болады екен. И соңғы амал бөлу болсын. 11-ші амал. 11-ші амал ол бізде. Мына жақтан мынау шықты. Минус 2 бөлінген 3-ті бөлейік 1 бөлінген 3-ке. Тең болады. Минус 2 бөлінген 3-ті көбейтеміз. 3 былай. Мен қысқарады. Минус шығады. Көрінді ма? Ұзақ есеп, сатылы бөлшек. Жауабы әдемі сан шықты. Осылай тезірек есептесеңіздер, ыңғайлы болады. Келесі сұрақ белгісінің орнына санды табыңыз дейді. Бұл жерде қандай амал орындауға болады екен? Мен ойыма бір нәрсе келіп тұр. Мына екеуін көбейтсек. 36-ны 4-ке көбейтсек 4. X ойда 12 144. Ол бізде ненің квадраты? Мынаның квадраты. Бұл 12-нің квадраты деп қояйын. 14-тің квадраты бізде 196, я? Значит, на екеуін көбейтсек 196 шықса, онда ойымыз дұрыс. 4-ке көбейтеміз. 4 жердегі 9-ым қанша болады? 36. 6 жазамын. 3 ойда 16. 16-ға 3 қосқанда 196. Ол как раз бұл 14-тің квадраты. Енді 30-дың квадраты бізде қанша болады балар? 900, я? Значит, мына жерде x деп алатын болсам, 36-ны көбейтемін x-қа тең болу керек 900-ге. Немесе 30-дың квадраты, я балар? 30-дың квадраты деп қояйын. X тең болады 900-ді бөлеміз 36-ға. 900-ді бөлеміз 36-ға. Неше шығар екен? Көрейік. 900 бөлінген 36 25. X тең 25. Значит, мына жердегі амал 25-ке тең. Оны мынамен көбейтсек болады. 49-ды көбейтеміз 25-ке. Тең болады. Немесе былай болады. Көбейтсек. 9-ды көбейтеміз 25-ке. 1225. Ол бізде 35-тің квадраты. Значит, ізделінді сан ол бізде 25. Ары қарай кеттік. Бізде азғантай есеп қалды. 17. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз. Мен мына жерде мынау квадрат болып тұр. Мынау бізде 3-тің квадраты. 3-тің квадраты, мынау бізде 11-дің квадраты. Сразу екеуін 3 пен 11-ді көбейтіп берсек,
33 шығып тұр ғой, иә. Мына бізде 5-тің квадраты, мына бізде 7-нің квадраты. 35 шығып тұр. Мына бізде 64, ол 8-дің квадраты. Көбейтемін қандай да бір санды, сол кезде 32 шығу керек. Ізделіні сан қанша екен? 4. Значит, 4-тің квадраты болу керек мына сұрақ белгісінің орнындағы сан. 16 болады екен. Келесі сан, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз. Так, номинаны көбейтсек 56 шығып тұр. Номинаны көбейтсек 14 шығып тұр. Номинаны көбейтсек 20 шығып тұр. Значит, номинаны көбейтсек 80 шығу керек. Ары қарай кеттік. Логикалық есептер жеңіл болып кетті, балалар. Он 9-шы есеп, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз. Так, бұны қалай есептер екенбіз? Екен қоссақ 5, 11. Қоссақ 6 келмейді, олар. Көбейтсек шынаны. Екеуін көбейтсек 6, 4 қоссақ 10 шығып тұр ма? Екеуін көбейтсек 12, 12-ге 5 қосамыз 17. Екеуін көбейтсек 20, 20-ға 6-ны қосамыз 26. Екеуін көбейтсек 30, 30-ға 7-ні қосамыз 37. Ары қарай кеттік. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз. Так, мына кестеден қанша? 1, 2, 3, 4. Мына жерден 4-ге көріп тұрмыз. Боялған бөлік. Мына жерде 5-еу. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-еу. Мына да 8, иә? Уже, значит, мына жақтан қараймыз да 9 боялған. Қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 асып кетті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына болмайды, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Болмайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне. Мынау ответ болады. Ответі Д. Жақсы. Есеп өте жеңіл, иә? Түріне қарасақ қиын сияқты. Жақсы балалар, рахмет. Сау болыңыздар. Комментарийға түсінбеген сұрақтарыңызды міндетті түрде жазыңыздар.